Akıldılar. Bir buzov, bir toqtu, bir laq. El göçkende oynap yürüp, bayqausuzda jurtda kalıptı. Şöve tırnekte yürüp, qos turguzub alıptı. Qosu bir bulaqtın basında eken. Onun qasında Zəvlim bəy terek ösüp duruptu. Bulardın aydalada yen qalğanını estip, bir toy balayın degen niyetpen ayı üzdep kelipti. Laq arvandap bele yatkan ayudu görötte aldından jügürüşüp qarşı alıptı. Sodan qosqa lestirip kelip esik aşattı, törgö şorat. Bular үйгө kirgen kezde ayı ağamız kelip kalgan eken, ne tamak beremiz dep suraydı toqtu laqtan. Sonda laq dağıсын kötörünkürüp, Басқа аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас. Дым болмаса осы аюдың өзін сойып, барлық етін түгел ас депті. Мұны естіп отырған аю, бұлар аюдың етін жейді екен ғой деп ойлап орнынан атып тұрып, әй-шайға қарамай тұра қашыпты. Зытып келе жатса, қарсы алдынан қасқыр кездесе кетеді. Аюдың қылығына таңданған қасқыр, аюжан неден қашып келесің сонша аптығып деп сұрайды. Бұған аю айтады: Мына белдің арғы жағындағы бұлақтың жағасында бұзау тоқты лақ шөу тұрады. Соларды байқап көрейін деп барып ем, өзімді жейміз деген соң зорға қашып құтылдым. Қояр дейді қасқыр, әлгі аюдың сөзіне күліп. Бір аюдың басын, бір аюдың төсін жейміз деп дауласып жатқанда мен қаша жөнелдім. Ендеше жүр, екеуміз бірге барайық. Шөуіңді қаршап алып тең бөлісіп жедік дейді қасқыр. Оған аю көнбей жүрексініп, жоқ мен бармаймын, өзің ақ бара бер деп тартыншақтайды. Сол арада қасқыр жіп тауып алады да бір ұшын аюдың мойнына, бір ұшын өзінің мойнына байлайды. Сөйтіп аюды зорлықпен алып жүреді. Аюды жетелеген қасқыр тартса қосқа жақындағанда лақ жүгіріп сыртқа шығып, "О, Қасеке, біз үшеуміз ол аюға тоймаймыз" деп айғайлайды. Бұл сөзді естіген аю бұрынғыдан бетер шошып, кері қарай қаша жөнеледі. Қасқыр жіпке буынып, қылғынып қалады. Bir жерге келгенде аю жіпті үзіп тастап кетеді. Ес түсінен айырылып, әлсіреп жатқан қасқырға дала кезіп жүрген тағы бір қасқыр келіп, "О, досым, неғып сұлап жатырсың?" деп сұрайды. Әлден уақытта есін жиған қасқыр, "Неғып жатушым, аюдың ақымақтығынан өлгелі жатырмын. Мені аю сүйретіп жығып кетті" деп басынан кешкен оқиғаны айтып береді. "Онда өзіміз-ақ барайық" деп өзеурейді қалжыраған қасқыр. Сонымен екі қасқыр қосқа қайта барады. Бұларға қарсы қолданар шарасы таусылған бұзауды лақ шөу бәйтерекке шығып алады. Лақ бас жағына, тоқты орта тұсына, бұзау олардан төменірек орналасады. Бәйтеректің түбіне келген соң әлгі жолдан қосылған қасқыр, "Кел, екеуміз мына ағашты ырғайық." Аналар алма құсап жерге төгіліп түседі деп ағаш астына келіп дайындалып тұрғанда, бұзау отырған бұтақ сынып кетеді, жерге топ ете түседі. Содан сестеніп тұрған қасқырдың бел омыртқасы үзіліп кетіпті. Бұдан кейін аю қылғындырып кеткен қасқыр қорқып өз бетімен қаша жөнеледі. Сөйтіп бұзау тоқты лақ ажалдан аман қалыпты. Күзде ескі жұртына қайта көшіп келген иесі аман есен жайылып жүрген малын тауып алыпты. Ақсақ құла. Ертеде бір сараң бай болыпты. Оның адам баласында жоқ жалғыз құла тұлпар бар екен. Бай құла тұлпарының тұқымын өсіріп даңқын асыра түскісі келіпті. Сөйтіп